Импрессионизм 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында Франциядан бастау алған өнердің негізгі бір бағыты. Импрессионизм идеясы бейнелеу, музыка, әдебиетте де бар. Ережесіне тоқталсақ, ғажайып бір ғана сәттің шынайы әрі табиғи қалпын сақтап бейнелеу. Бүгін біздің студиямызда күллі Ресей жұрты таңдай қағып, қол соққан суретші, импрессионист Ренат Елубаев. Алдымен Ренаттың Ресейді бағындырған сәтін көріп алайық. Экранды тамашалайық. Ренат мырза, барша ресейліктер таңдай қағып қол соққанда қандай әсерде, қандай сезімде болдыңыз? Осылай көзім жұмып баяғыдан бастағам. Иә. Сондықтан оның алдында да жаңа Египетте де көрсеттік, өзіміздің Қазақстанда да алдында да Мәскеуде бір көрсеттік. Көп, оны мен уже 2 жылдан астам осымен айналысып келе жатырмын. Бәрі білет, көріп. Бірақ қатты бұлай резонанс тудырған әрине осы телебағдарламасы. Сол енді қандай сезімде болды? Жұмысыңызға көңіліңіз толды ма? Енді бұл жерде көрсеткен өнеріңізге жалпы. Көңілім енді толады әр нәрсенің өзіне. Сол екінші ретте жаңағыдай мүсінді алып, оған кішкене көңілім толмай қалды, бұлай бәрі жақсы. Қошемет көрсетейік. Орыстар невероятно деп айтқандай ақ бар екен шын мәнінде. Енді бұл ой қайдан келді сізге? Не түрткі болды? Негізі, былай қарасам, рухани даму суретші үшін мен түсінігім бойынша рухани даму керек та суретші. Рухани жетілу керек, ең алдымен өзінің ішкі сезімі. Соны жаңағыдай меңгере білген кезде суретте өзінен шыға бастайды. Соны меңгере дегенде, мысалға, көзді жұмып тұрып сурет салу. Ол ішкі жан дүниеге байланысты. Сонда ішкі жан дүниесін дамыту бірінші орында деп ойлаймын. Сіз қалай дамытасыз ішкі жан дүниеңізді? Неден шабыт аласыз? Сіздің осы қиялыңызды? Шабытты енді табиғаттан аласың. Осы сурет салып отырғанда да адам шабыт алып отырады. Сурет салып отырғанда да суретшілер көбі түсінуі мүмкін, білуі мүмкін. Сурет салып атқан кезде кейде бір ерекше әсерде болып отырады, адам өзі түсінбейді. Бір картина шыққаннан кейін кім салды деген сияқты, өзім салдым ба деген сияқты сондай әсерде болады. Ол жаңағы жан дүниенің сондай ерекше бір состояниеда болу сәті ғой. Иә. Сол сәтпен салу керек. Сіздің ұстазыңыз кім? Менің ұстазым Құрышбек деген ағайымыз бар, Жарасқанов деген Арқалық пединстің жаңағы худграф факультетінің мұғалімі. Жаңа сіз өте жақсы нәрсе айттыңыз. Рухани адам дамып отыру керек дедіңіз. Сол кезде ғана неше түрлі көптеген жаңалықтарға. Да, оны мен әдейі арнайы сол қызығып, интернетқа да салып жүрдім. Қайда, кәне мені көріңдер деген сияқты. Бірақ қатты бұлай резонанс болған жоқ, ешкім мән бермеді өзімізде. Жалпы сурет сосын бұған қызыққан көбінесе басқа елдің адамдары қызықты көбінесе. Сосын келіп, кәне көрейік, салып көр, біз тексерейік деді. Сол тексеру, сондай содан да Египетқа да сол барып, сөйтіп әйтеуір солай кеттік. Мен кезінде мысалы қайдасыңдар, міне мен дайынмын, жанып тұрмын, мен көрсетуге дайынмын бәріне деген сияқты сондай сезімді кезінде болды. Қайдасың, халқым, қайдасыңдар, көріңдер мені. Иә. Бірақ ешкім көрген жоқ. Сонда яғни демек бізде сурет өнері біздің елде көңіл толарлықтай емес пе? Жоқ, білмеймін, маған соны байқаған жоқ. Не нәрсе, не жетпейді бізде сонда? Тек қана бір кісі ғана байқады, Қазақ ТВ-де журналист сол келіп, өзі көзайым болып кетті, мен көзім жұмып салып, мені түсіріп, сол ғана былай қызықты, иә. Кезінде мен сондай бір жанып тұрған, алаулап тұрған кезімде, онда мен әр шақырғанға барушы едім да, беріліп. Қазірғыдай істеп алғасын, қалай айтсам екен, от лаулап тұрды да, дәлелдеп, қай жақтарда, Мәскеуде 2 рет дәлелдедім, Египетте да дәлелдедім, жеке адамдарға да дәлелдедім, специалисттарға да көрсеттім. Содан кейін олар мойындағаннан кейін барып алауым басылып қалды. Керек, енді оның бәріне көрсете беру, мен негізі суретшімін. Сондықтан оны көрсете беру деген ол қызық емес деп ойлаймын. Мен көрсетсем, картиналарымды көрсетем. Өзімнің жұмыстарымды. Ал жақсы, бүгін біздің ана мен бала бағдарламасында не көрсетесіз? Енді мен қазір тез арада сол қызық болсын деп, енді бір көрейін қазір бір ана мен балаға қатысты ғой. Соған қатысты болсын деп, бір сондай бір дүниелерді қазір мен көрсету жерейін. Бір сондай бала мен ананы салып көрейін. Қазір мен жерде
краскаларымды. Жақсы, олай болса сізге сәттілік тілейміз, жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Біздің бүгін көрермендер залында сарапшылар да отыр. Құрметті көрермендер, қош келдіңіздер дейміз. Мінекей арамызда белгілі суретші Армат Бектас ағамыз келіп отыр екен. Қош келдіңіз аға. Жаңа енді Ренат айтып жатыр, суретшіге бір ерекше рухани дамып отыру керек дейді. Ол қалай дамиды? Бұл сұрақты не үшін қоямыз? Өйткені суретші болуды армандайтын жас көрермендер көріп отыр. Әсіресе осы Ренаттың мынандай керемет өнерін тамашалап, одан сайын бір керемет жанып отырған шығар. Енді әрі қарай даму үшін не істеулері қажет? Міндетті түрде нені білуі керек? Суретшіліктің қыр-сырына тоқтасақ. Негізінде мына біз рухани даму, рухани жаңғыру деп айтып жатырмыз ғой. Бұл Ренат бауырымды енді айтайын деп отырсақ, мына қазақ халқының бойында бір текті халық екені, күш қуаты бар, қасиетті халық екенін Ренат мысалы Россия мемлекетіне барып көрсетіп келді деп ойлаймын өз басым. Египетте де дүние жүзін көрсетіп жатыр. Бірақ енді негізінде мына ойлап отырсақ, қазақ халқының мына салт дәстүрімізде, біздің тарихымызда мысалы күйші Динаның ана Құрманғазының күйін бір рет тыңдап қайталап тартып берген, мысалы сондай қасиетті біздің ата-бабаларымыздың қалған оқиғалары көп естіп отырсақ. Сондықтан енді Ренат соның бір дәлелі деп айтар едім. Қазіргі заманда біздің көзімізге көрсететіндей. Қошеметтеп отырайық, құрметті көрермен, Сондықтан енді мен айтайын дегенім, бұл Ренаттың осы халыққа көрсетіп жатқан бейнелеу өнеріндегі бағдарламасына, бұл мына қазақ халқы біз бейнелеу өнерге үлкен мән берсек деген ойым болашақта. Мысалы бейнелеу өнер мен салт дәстүрдің байланыстырсақ. Мысалы мен қазір айтар едім, мысалы бізде үлкен той, думан болып жатқан кезде біздің қазақ халқы салт дәстүр арқылы ұлттық идеологияны құрастырған екен. Мысалы сондықтан қазіргі заманда мына үлкен тойларда құдағи жүзік, құдағи белдік жасау мысалы. Сондай бір дәстүрге айналса деген ойым бар. Неге десеңіз, біздер мына үлкен тойларда әлгі өзіміз білесіздер, жылтырақ әлгі Турцияның күміс сақина сырғаларын, Россияның күміс сырғаларын сыйлап жатамыз. Менің айтар едім, болашақта қазақ халқы, біздің құдаларымыз, құдағиларымыз бір-біріне осындай картина, ұлттық құдағи жүзік сыйласа, ұлттық белдік сыйласа. Сондықтан соны мына ол деген не, мына Ренат айтып отыр, біз өнер адамдарына қазір қиындау деп. Неге? Сонда ана бүкіл қаражат, үлкен тойға кететін қаражаттың бәрі осы өнер адамдарына кетер еді. Зергерлік бұйымдар, өзіміздің суретшілердің шығармаларын, жақсы шеберлердің суреттерін сыйлау керек. Осындай жақсы одан асқан құнды сыйлық жоқ дейсіз ғой. Біз сіздің құда белдіктерін сыйласа, ойыңызды жақсы түсіндік. Мысалы салт дәстүр арқылы біз ұлттық экономиканы көтерер едік. Дұрыс айтасыз. Өте бір құптарлық, жақсы ой айтып отырсыз. Енді Ренат мырза, сіз неге тоқтап қалдыңыз? Жарайды, мен бастаймын. Ой, бұл краска шығып кеткен жерден. Тез мне бір интересный. Бұның да бір шоу элементімен ғой, сіздің бір ерекшелігіңіз де осында болып тұр. Кеше ғана кешке хабарласқан кезде мен естеймін, енді көзім жұмыс сала бермеймін деп, жаңа бір қызық болсын деп тез мұндай бірдеңе істеп көрейін деп жаңағы дайындалған едім. Енді көреміз, бірінші рет істеп тұрмыз, шынымды айтсам. Сәттілік тілейміз, біз сенеміз, анандай үлкен додада сіз көзіңіз жұмған күйінде анандай қып салдыңыз. Енді көрермендер арасында пікір, ұсыныс, тілек болса мархабат, микрофонды алып, Ресейге қазақтың ұлттық тақиясын киіп барып бағындырып, соны айтсаңызшы, тақиясының өзі бір қатты риза болып отырмын. Фишка дейді ғой қазіргі тілмен. Әрқашанда қолыңыз дерт көрмесін деймін. Әумин. Мына кісінің айтып отқан ұсынысын мен де қолдаймын. Жаңа Турцияның нелерін сыйлағанша, өзіміздің осындай керемет художниктердің картинкаларын сыйлаған дұрыс қой деп ойлаймын. Өте құптарлық, қолдайтын шаруа екен, өте жақсы идея, ұсыныс. Бәрекелді. Өзімізді бірінші қолдаған дұрыс қой. Біз енді Ренаттың нағыз шығармашылық адам екені тіпті бітім болмысынан ақ көрініп тұр. Өйткені қазақпыз ғой, біз жаңа батылдық керек та, жаңағыда мен шыққан кезде міндетті түрде жаңағы атам батыр қазақ қорықпау керек деп жаңа өзімді жеңіп, өйткені қауіпті шыққан кезде бұл деген көз жұмыс алу, бірде шығып, бірде шықпай қалу мүмкін. Сондай болған кезде қанша дайындалсаңыз да, ол сезім алдап кетеді адамды. Сондықтан сондай моменттер болады. Оған арнайы дайындық керек, концентрация жасап, өзін жаңағыдай дайындауың керексің. Сіз шәкірт тәрбиелеп, бұлай өзіңіздің үйірмеңізді ашу ойда бар ма әлде жалпы? Бұлай ғой, мен негізі университетте сабақ бергім келеді.
Бірақ өкінішке орай біздің заң бойынша ол өте ауыр дүние. Магистратураны бітіру керексің дейді. А магистратура ағылшын тілінен тапсырып едім, бір болмай қалды енді. Ағылшын тілінен кішкене сәл. Ойлаймын, суретшіге ағылшын тілінің керегіне, суретшінің тілі бейнелеу өнері ғой деп. Ол бүкіл әлемге белгілі тіл деп. Сондай бір болмашы жаңағыдай талаптар қойылды. Иә, сондай талаптар қойылады. Ал енді қазір өзінің жеке... Не болды, осындай бір. Ой, қандай керемет. Ана мен бала. Қошеметтің бәрі сіздің құрметіңізге, бәрекелді. Осындай бір. Кішкентай ғана бір аз ғана уақыттың ішінде қандай керемет. Қараңыздаршы, бір осы суреттің өзінде қаншама мейірім, қаншама жылулық, ана мен баланың арасындағы тылсым бір байланыс, солай ғой? Керемет. Жаңа сіз бүйтіп төңкеріп салып жатқанда мен түсінбегенмін мынау не қалай болып жатыр екен деп. Мінекей дайын күйінде қандай керемет, керемет. Ал Ринат мырза, шәкірттеріңіз сонымен талантты шәкірттеріңіз жоқ па? Әзірге жоқ, енді болашақта ойым бар. Әрине, суретші болғасын міндетті түрде өзіміздің ұлтымызда, өзіміздің жерімізде жүргесін елімізде міндетті түрде дамыту керек. Суретке деген жұрттың қызығушылығын одан сайын арттыру керек. Соған енді қаттырақ көңіл бөліп, біз суретшілер бірігіп сол салада қызмет етіп жатырмыз ғой. Соны ары қарай жалғастыра береміз, менің ойымша. Қолымнан келгенше әлі де талай шетелдерде жаңағыдай өзімнің ұлтымнан додаларда бақ сынайсыз бұйырса қатысасыз. Ол енді бір Алланың қолында, егер де сәті түсіп атқан жағдайда мен ешқашанда жаңағыдай қатыспай қоюға нетпеймін. Міндетті түрде дайынмын қатысуға. Бәрекелді. Әйтпесе жаңа әңгімеңіз басында айттыңыз, мен бір кездері сондай бір шабыттанғанда мені ешкім шақырмады, сөйтіп көңіл қалып, кейбір адамдар қол сілтей салуы мүмкін ғой. Жоқ, енді ол қалай, өзім қазақпын ғой. Өзім ренжіген болып саналамын да. Сіз талантсыз, сізге қол сілтеуге болмайды. Иә, дұрыс айтасыз. Әлі талай сізді жарқыратып көрсететін жұлдызды шағыңыз алда деп сенеміз. Иә, сізді әлі де талай биіктерден, халықаралық, әлемдік деңгейдегі биіктерден көріп, әлі талай сізбен мақтанамыз деп сенеміз. Бір ғана тілегіміз бар, өзіңіз сияқты талантты шәкірттер тәрбиелеуіңіз керек. Сіздің шын талант екеніңізге көзіміз жетіп, қазақтан осындай тамаша суретшінің шыққанына, барына тәуба етіп, шүкіршілік етіп, қуанып, кеудемізді қуаныш кернеп тұр. Шыны керек, өзіңізбен танысқанымызға, жүздескенімізге, алтын уақытыңызды бөліп бүгін бізге келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жолыңыз аманда бола берсін.